Бұл видео енді архитектураны бастап жүрген адамдарға арналады. Бұл жерде Lumen бағдарламасында әдемі картинка жасауды үйретем. Revit бағдарламасынан модельді көтеріп алған кейін осы расширение бойынша астына ссылка тастаймын. Сол бойынша Lumenға лақтырамыз. Lumenға барғаннан кейін қазір кішкене загрузка болады. Содан кейін Lumenді ашамыз бірден. Lumenді бірден создать новый. Осы жерден өзіңізге ұнайтын бір орынды таңдап аласыз да. Мына жерден загрузить файл. Жаңағы сақтағанымызды рабочий столда мен сақтадым. Сол жерден ашамыз. Менде қызыл болып тұрған себебі бұрын ашылған. Бұрын ашылса сөйтіп тұрады. Сол үшін атын өзгерту керек болады. Мінекей полностью моделіміз ашылды. Одан кейін модельді уже қай жерге қалай тұру керектігін жылжытып өзімізге ыңғайлы жерді қойып аламыз да. Кейін бірден материал беріп кете береміз. Осы жерден Lumenнің базовый материалдарын бере берсе де болады. Мен қазір тез жасап жатырмын. Толық картинканы көре білу үшін жасап отырмын осы видеоны. Негізі бұдан да әдемі качествода алуға болады. Ол үшін кәдімгі интернеттен текстураларды көшіріп алу керек болады. Ал қазір мен Lumenнің өзінің дайын текстураларымен жасап отырмын. Бұрын осылай шөп жасамайтын едім. Осылай шөп жасасаңыздар, картинка более реалистично көрінеді. Сол үшін жасап кеткен дұрыс болады. Заборда жасаған өте әдемі көрінеді. Негізі осы үйдің айналасын ғана сәндейсіздер, қалған анау арғы жақтар қызық емес бізге. Бізге тек картинканың ракурстың көрінетін аймағы ғана қызық, сол жерде ғана сәндейтін боламыз.